Барлықтарыңызға сәлем. Бастамас бұрын өзім таныстыра кетейін. Менің есімім Ағыбай, мен Колесо Group компаниясында, Колесо KZ автокредит командасында бэкэнд әзірлеуші болып жұмыс істеймін. Сіздермен қайда бара жатқанымызды түсіну үшін баяндамамның мазмұнын айта кетейін. Бұл баяндама 4 тараудан тұрады, әр тарауда өзінің хикаясы мен қорытындысы болады. Яғни бұл баяндама менің өмір баянымды айтып беру емес, бұл практикалық баяндама деп айтсам да болады. Мен сіздерді бұл жерден мә қызықты оқиға деген сезіммен емес, нақты іс-әрекет жоспармен шығуларыңызды қалаймын. Айта кеткендей, мен өзім заң факультетін бітірген адаммын. Сіздерде бірден сұрақ туындайды. Заңгер қалай бэкэндер болып митапта тұр? Айта кетейін, 2022 жылы бір досыммен сөйлесіп отырып, әңгімеден әңгіме шығып, ол IT туралы ойды маған тастаған болатын. Сол оқуды бітіргеннен кейін мен өзімді IT-да сынап көрейін деп шештім. Менде жоғарғы білімім болған жоқ деп айтсам да болады. Бірақ бұл жерде білім керек емес деген сөз емес. Керісінше, егер сізде жақсы техникалық білім алуға мүмкіндігіңіз болса, оны пайдаланыңыздар. Ал егер сіз мен сияқты басқа жолда болсаңыздар, бұл пойыз кетті дегенді білдірмейді. Сондықтан пойыз өтіп кетті дегенді білдірмейді. Мен соның мысалымын. Әрі қарай не? Мен не оқуым керек? Зерттей келе мен бағытымды таңдап, бірақ бағытты таңдағаннан кейін бағыттың өзінде бэкэндте бірнеше тіл бар. Мен басында бірінші кез келген тілге жармаспадым. Мен өзіме бұл популярный тіл ғой деп деген принциппен тілді таңдамаған болатын. Мен өзіме нақты сұрақ қойдым. Мен нақты қайда барғым келеді. Ал бұл сұраққа жауап менде баяғыдан бар еді. Мен жасөспірім кезімнен машина көріп Колесода отыратын. Ал кейіннен оның артында IT компания ішінде разработчиктар бар екенін білдім. Содан кейін олардың жаңағы вакансияны ашып, стектерді қарап, сол стектерге байланысты дайындала бастадым. Сондықтан тіл таңдамай мақсат таңдаңыздар. Қалаған кем дегенде 2-3 компанияның вакансиясын ашып, олардың қайталанатын стектерді жазып алыңыз. Міне сіздің нақты роудмапыңыз осы болып табылады. Тіл таңдау туралы менің тимейтімнің керемет баяндамасы бар. Мына QR-кодты сканерлеп алсаңыздар да болады. Ментор табыңыздар. Шын айтсам, менде дос балам жаңағы ментор болып маған түскен болатын. Ал бұл жерде тек қана менің хикаямды айтып қана қоймайтындай, мен сіздерге нақты кеңес айтамын. Сіздерге ментор деген нақты лауазымы бар ресми адам керек емес. Жай ғана сізден бір-екі қадам алдағы адамда да жетіп жатыр. Жалғыз алысқа жету мүмкін. Бірақ егер сіздің жаныңызда менторыңыз болса, сіз керек емес бұрылыстарға уақыт құртпайсыздар. Мен шешім қабылдағаннан кейін бірінші отклигіме дейін 1 жыл дайындалдым. Сырттан қарасаңыздар, күнде бірдеңке істеп жатырсыздар. Бірақ басыңызда бір ғана ой. Мен дұрыс бағытта келе жатырмын ба? Сонда да сізде ешкім келіп, сен енді дайынсың деп айтпайды. Сондықтан мен бірінші отклигімді әрдайым келесі кезге қалдырып, мен тағы кішкене дайындалайын, сосын ғана отклик беремін деп айтып жүре беретін. Бірақ бұның соңы жоқ. Сондықтан нақты мақсат қойыңыздар. Мысалы, жақсы программист болам деген мақсаттың соңы жоқ. Ал егер сіз курсты аяқтаймын десеңіз, бұның нақты көрінетін, аяқталынатын нүктесі бар. Сондықтан осындай кішкентай аяқталатын нәрселер сіздерді алдыға сүйрейді. Ал осы жерде тағы да бір айта кететін зат, ол қазіргі нарықта егер сіз нарықта тәжірибеге қарап жұмысқа алады. Ал егер сізде тәжірибе болмаса, сіз ештеңке дегенмен сізде айтар ештеңкеңіз жоқ.
Сондықтан бұл жерде пэт проектілерді айта кетуім керек. Бірақ айтқанда да, пэт проектіні жасағанда да to-do list немесе интернет-магазин емес, өз мәселеңізді шешетін нәрсе жасаңыздар. Сіздің күнделікті рутинаңызды автоматтаңыздар. Бұл пайдалы. Өзіңізге де керек, жасауға да қызық, резюмеге де кетеді. Пэт проектілерді тақырыбын тереңірек ашатын менің тағы да бір әріптесімнің тамаша баяндамасы бар. Осы QR-кодты сканерлеп алсаңыздар да болады. Мен 300-ден астам отклик жібердім. Алғаным 3 шақыру. Коэффициентті өздеріңіз есептеп көріңіздер. Бірақ солардың ішінде менің ең есте қалғаным ол бір собеседование маған сіздің мақтан тұтатын жетістігіңіз туралы айтып беріңізші деп сұраған болатын. Мен ол жерде менің мақтан тұтатын жетістігім болғаннан емес, менің кенетте бір жағымсыз нәрсе түсінгенім тоқтатылып қалды. Мен өмір бойы менен күткен нәрсені істеп жүріппін. Сондықтан мен сол жерде беріліп қайтып кетсем түсінікті болар еді. Бірақ мен өзіме басқаша, мен керісінше шешіп, бэкэндер болам, біреуге дәлелдеу үшін емес, өз-өзіме дәлелдеу үшін деп айтқан болатын. Сондықтан сәбеске барғанда жай ғана барып қайтпаңыздар, сабақ алып қайтыңыздар. Әрбір сәбестен кейін сіз жауап бере алмаған сұрақтарыңызды жазып алыңыздар және HR-дан жаңағы фидбек сұраңыздар. Сол кезде сіздің бас тартуларыңыз жай кеткен уақыт емес, сол келесі сәбеске дайындық болып табылады. Бас тартуларды емес, талпыныстарды санаңыздар. Ал уақыт өте келе мен бірінші стажировкама да өттім. Бірақ ол басталмай жатып аяқталып қалды. Дегенмен бұл жерде басқа нәрсені айтқым келеді. Жуындардың көбісі бірінші жұмыс қарағанда, іздегенде оның ақшалай зарплатасына қарайды деп айтсақ та болады. Бірақ бұл жерде бірінші жұмыстың пайдалылығы ақшамен өлшеген қателік болады. Өйткені бірінші жұмыста сіз өзіңізге не алатындығыңызды, сол жоспарда не алатындығыңызбен өлшену керек. Нақты жоба, таза код базасы және ментор. Міне осы алғашқы жылдары осы ең маңыздылар болып табылады. Жаңағы бірінші стажировкам аяқталғаннан кейін маған бір дос балам буткемп туралы айтқан болатын. Қатысушылар бір-бірінен үйренеді, алгоритмдер және жобалар. Мен соған қызығып барып, сол жерде бір өзіме жақсы зат алған болатын. Мен ол жерде өзім жалғыз оқуды тоқтаттым. Өзің жалғыз оқығанда бір жерге тірелсең, ол жерде бірнеше күнге қадалып қала аласың. Ал жаңағы буткемпте бір жерге тірелген кезде сенің жаныңда адам оны білуі мүмкін. Ол саған түсіндіреді. Ертең сен оған түсіндіресің. Осылай әркім өзінің білімін алып келіп, сол жерде бір-бірімен бөлісетін. Сондықтан осы жерде айта кететін затым, ол тек қана білім емес, ортада іздеңіздер. Университет, чат, буткемп, осы метап, оның формасы маңызды емес. Ең маңыздысы ол сіздермен бір жаққа бара жатқан адамдардың бірге болуы. Буткемпке жүргеніме бір ай өтті. Финалдық экзамендарға дайындалып отқан кезде сағат түнгі 3 дайындалып отырып, алаңдайын деп 1-2 минутқа телефонды ашып шұқылап отқанымда бэкэндерлер чатінде колеса бэкэнд стажер жинап жатыр дегенді резюмен деген нені вакансияны көріп қаламын. Содан кейін ойланбастан өз резюмемді жібердім. Бірнеше күннен кейін қоңырау келеді, мені келесі техникалық собеседованиеға шақыру аламын. Собеседованиеға дайындалып, расын айту керек, мен көп техникалық сұрақтан жүзіп шайдым. Бірақ маған фидбекті былай айтты. Харттар бойынша барлығынан ең әлсізсің, бірақ софттар бойынша бізге келесің. Сондықтан әрі қарай бәрі сен қалай қаншалықты жылдам үйрене аласың, соған байланысты деді. Мен сол фидбекті тыңдай отырып, кенеттен бір сәт есіме түскен болатын. Мен дайындалып жүрген кездерде осылай бір конференцияға барып,
баяндамалардан кейін спикерге тура барып сұрақ қойдым. Сіздерге қалай жұмысқа кіруге болады? Ол маған былай айтты. Джун үшін софттардан гөрі, хардтардан гөрі софттар маңыздырақ. Хардтар жұмыс барысында дамытуға болады деді. Ал ол сөз маған болжам болып келгендей болды. Өйткені менің бірінші алғашқы жұмысымды софттар шешіп кеткен болатын. Сондықтан хардтардан бөлек софтты да тартып жүріңіздер. Ал Джунға керекті негізгі софттардың бірі ол командада жұмыс істей білу керексіздер, жауапкершілікті ала білу керексіздер және үйренуге деген мықты құштарлықтарыңыз болу керек. Ал алғашқы жұмысым. Мен колесаға толықтай жасыл болып келдім. Мен өзімнің код жазылатынын білдім, бірақ командада жұмыс істеу мүлде басқаша нәрсе болып шықты. Тапсырмалар қайда пайда болады? Куалармен жұмыс істеу деген қалай? Продта қалай шығарады? Бұның ешқайсысын мен курста үйренбедім. Ал дәл осы жерде маған ментор тағайындалған болатын. Ол мына жерде отыр менторым, Дәулет ат. Сол менторым маған кәдімгідей көмектескен болатын. Арада 3 ай салып, мен стажировканы жауып Джун болдым. Келесі алдымдағы сұрақ әрі қарай не? Бірақ ол сұраққа бізде жауап бар еді. Бізде ашық грейд жүйесі бар. Ол GitHub'та тұр. Мына QR кодты сканерлеп алсаңыздар болады. Ол жерде барлық софтлық, хардылық керек заттар бар. Және осы тізім бойынша біз тимлидпен әр айлық бетпе-бет кездесуде қарастырып осыны менің әрі қарай жолым туралы сөйлескен болатынбыз. Және сол кездесулерде мен өзімнің әлсіз жақтарымды уақытында білдім. Жарты жыл өтіп, мен оны әдетке айналып кеткеннен кейін емес. Сондықтан айтарым, өзіңіз туралы фидбекті өздеріңіз сұраңыздар. Біреуден күтпей, өзіңіз сұрай бастай беріңіздер. Енді мен Джун арасында, келесі грейдтер арасында өсуде ең керекті заттарды айта кетейін. Джун үшін сұрай білу керек. Сұраңыздар, ол қорқынышты емес. Басында менде де установка болатын. Мен өзім шешуім керек, бірақ нәтижесінде мен мониторға қарап, тесіліп, басымды қасып отыратын. Бірақ Джунның ең үлкен привилегиясы ол сұрай алу. Бірақ сұрағанда да сіз дұрыс сұрай білу керексіз. Маған нақты жол берді. Ол ең алғашында өзіңіз денесін, одан кейін Google GPT-ға барасың, кейін тиммейт немесе менторыңнан сұрайсың, ең соңында тимлидіңе барасың. Ал сұрақ қойғанда да менде істемей жатыр, көмектесіңіз емес, мен мынаны істеп жатырмын, мен мынаны күтемін, мына 2 жерді тексердім, әрі қарай қайда қарау керекпін деген сұрақ туындау керек сізде. Бұл жерде бөлек код ревью туралы айта кетуім керек. Менің бірінші код ревьюм. Ашқанда комментарий артынан комментарий. Ол жерде неге бұлай дұрыс емес деген комментарий болған жоқ. Ол жерде бұлай жасамау керек, неге бұлай жасамау керек, қалай дұрыс жасау керек екенін түсіндіріп айтылған болатын. Сондықтан сіздерге айтарым, код ревью ол сіздерге шабуыл деп қабылдамаңыздар. Ол сіздің ең жылдам өсіретін акселераторыңыз болып табылады. Екінші жағынан ол басқаның пиарын қарау. Сізді шақырмаса да қараңыздар. Өйткені басқаның ол жерде сіз өзіңіздің қолыңыз жетпеген, кодта қолыңыз жетпеген жерлерді көре аласыздар. Және басқа біреудің кодқа деген көзқарасын, ойын алып, өзіңізге сабақ үйрене аласыздар. Ал факаптарсыз да болмады. Мен продты құлаттым. Бір рет емес, бірнеше рет. Әрдайым ой, ол бітті, қазір мені жұмыстан шығарады. Бірақ әрдайым оны артқа тартып, барлығын орнына келтіріп, сабақ үйрендім. Бірақ олда да бір сәт болды, мен түңіліп кеткен сәтімде болды. Ол кезде маған тимлидім тура келіп, аккуратно келіп айтып, жаңағы
факаптар әркімнің жолында болады. Бұл әдепкі құбылыс деп түсіндірген болатын. Ал араларымызда кім протты құлатты, қолдарыңызды көтерейікші, көрейік қанша екенбіз. Қарап отырсаңыздар, көбісі прот құлатқан. Кім жұмыс істеп жүр, солар прот құлатқан. Және ең соңғысы, ең қатты мені өсірген нәрсе, ол өзіңізге жауапкершілік алу. Әдетте сізге бұрыннан келмеген бір ауыр тапсырма келуі мүмкін. Сол кездегі бірінші реакция, бұл менің шамам емес, мен тарта алмаймын. Менде де әрдайым солай ойлатын, бірақ әрдайым оны алып шығып, тартып өзім жасап шығаратын. Сондықтан да сіз өзіңізді дайын сезгенше күтпеңіздер. Ол сәт келмейді. Сізді қорқытып тұрған тапсырманы алып, оны жасаңыздар. Ол сіздің өсуші нүктеңіз болып табылады. Мидл болу. Мен Джунның соңғы уақыт өте келе, мен Джунның соңғы сатысына да келдім. Әрі қарай мидл. Мен мидл дегенді қате түсініппін. Мен ойымша, мен ойлағанда мидл мидлден айырмашылығым ол жай ғана білімде. Ол мидл жай ғана бірнеше көбірек паттерн біледі, көбірек библиотека біледі. Бірнеше кітап оқысам болды, мен мидлмын деп ойлайтын. Бірақ негізінде басқаша болып шықты. Мидлға харттар жаңағы тапсырмалармен өздігімен келеді. Олсыз, хартсыз сен мидл бола алмайсың. Ол бірақ бір жағы ғана. Джун мен мидлдің ең нақты айырмашылықтарының бірі ол автономдылық пен саналылық. Сондықтан мидл тек қана харттан ғана тұрмайды. Мидл және өз-өзіне ответственность алу және автономдылық және саналылықтан тұрады. Ал бұл заттар өздігінен келеді, мидл болғаннан кейін келеді деп күтпей, қазірден бастап жасай берсеңдеріңіз дұрыс болады. Ал егер қазір мен қайта басынан бастасам, не істер едім? Мақсатты дедлайнмен қояр едім. Жай ғана тіл үйренбей, керекті мақсатыма сай стекті үйренер едім. Бірінші айымда ментор тауып алар едім. 2-3 бет проект жасап, оның реадмиін дұрыстап толтырып, GitHubқа салар едім. Орта табар едім, және де soft skill'ды нақты түрде өзім дамытар едім.